Төс, стернум. Сопақша келген кеуекті сүйек болып табылады. Төс үш бөліктен тұрады. Сабы немесе тұтқасы. Манубриум стерни деп аталады. Төстің денесі корпус стерни деп аталады. Және семсер тәрізді өсіндісі. Процессус ксифайдеус деп аталады. Төстің жиегінде ойықтарды немесе тіректерді көрсек болады. Төс сабының жоғарғы жиегінде біз тақ келген мойындырық ойығын көреміз. Инцизура югулярис деп аталады. Мойындырық ойықтың бүйір жақтарынан біз жұп келген бұғаналық ойықты көреміз. Инцизура клавикулярис деп аталады. Бұған келіп, бұғананың төстік шеті келіп бекінеді. Сабы менен денесінің жиектерінде қабырғалық ойықтарды көрсек болады. Сабында бірінші қабырға ойығы бар. Ал сабы менен денесінің қосылған жерінде екінші қабырғаға арналған ойықтар бар. Қалған шың қабырғалық ойықтар төс денесінің жиектерінде жайғасады. Төстің сабы менен денесінің қосылған жерінде төс бұрышы түзіледі. Ангулис стерналис деп аталады.